болды ұсынған. Сонымен біз осы коучтың әдіс-тәсілдерін тиімді пайдалану арқылы біз қалай суммативті бағалаудың нәтижесіне жете аламыз деген сұрақ барлығымыздың да көкейімізде жүр. Осы сұрақты негізге ала отырып, мен именно формативті бағалаудың білім сапасын арттырудағы тиімді жақтарын қарастыру деп алдым бір коучинг тақырыбын. Бұл жерге қатысқан 8 мұғалім болды. Енді 8 мұғалімнің арасында қазіргі біз оқу қарастыру формативті бағалаудың білім сапасын арттырудағы тиімді жақтарын қарастыру бірлесе отырып, критерий құру арқылы бағалауды енгізудің тиімділіктерін, оқыту процесінде бағалау критерийлерін тиімді қолданады және мұғалім мен оқушы арасында тиімді қарым-қатынас орнай отырады да, мұғалім өзінің әрбір іс-әрекетіне сыни көзбен қарап рефлексия жасайды. Яғни рефлексияны осы кезге дейін біз 3 деңгейлік осы курсты оқымай тұрған кезде ешқандай да өз жұмысымызға рефлексия жасаған емеспіз. Яғни менің коучыма қатысқан мұғалімдердің ешқайсысы да 3 айлық курсқа бармаған мұғалімдер. Осы бармаған мұғалімдердің көзқарасын өзгерту өзімнің іштегі көздеген мақсатым. Себебі ең алғашқы қарлығашы біз 3 айлық курстың, осы 3 айлық курсты оқып келіп мектепке тарату мақсатында осыны айтқан кезімізде көп мұғалімдер бұл курсты қолдаған жоқ. Бұл жүйе бізге қажет емес деп жазып берген 3 әріптесімнің пікірін сақтап қойған екенмін. Кешегі осы семинардың барысында талқыладым. Яғни мына жерде менің сабағыма қатыса отырып, менің семинарыма қатыса отырып, ол кісілер түйіндеген бірнеше сабаққа қатысты және коучинг семинарларға қатысты мектептегі. Одан кейін, яғни осы коучинг семинарлардың, сабақтардың нәтижесінде өзгерген ойы, яғни және мен көп кезде оқушының білімін әділ бағаламай жүр екенмін деген мына жерде осы Меруерттің көзқарасы, яғни кейін бұл дейінгі 2 жыл бұрын оқушының тәрбиесінен кейін диагностикасы. Әр оқушыға жеке бір парақ ашылатын болса, ынтасы, еңбек сүйгіштігі, адамгершілігі, табиғатта қатынас, эстетикалық талғамы, өзінің әр оқушы психопедагог зерттеу картасы енгізілген. Оны несі? Жеке оқушымен жүргізетін жұмысының жеке оқушының сабақтанысы уақыт пайдаланусы қамтылуы, топ жұмысы, оқушылармен жанұялар әлеуметтік жағдай, бізде тұрмысы жағдай төмен, орта болып, патронатты оқушының аты жөні, туған жылы, жүргізген жұмысы, сынып жетекші және мектеп педагог психологы. Осы ең айтайық. Жеке-жеке жазыламыз. Хаттама әр оқуға жеке-жеке сынып жетекші кез келген бір оқушыға сұраныс берсе, сол оқушыны зерттеу. Tekші оқушы және ата-ананы бұл үштік одақ байланыс жасағандағы. Оқушыларменен сабаққа қатысуын қадағалау, ата-аналарды мектепке шақырып тұру, ата-анаменен жұмысты үйлестіру, ата-ана комитетімен тығыз байланыста болу, сынып жетекші оқушыменен уақытында көмек көрсету, мақсатыменен оқушыларды жетістіктері мен кемшіліктері туралы мағлұмат жинау, тұрмыс жағдайымен танысу.